Мен Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылының жалпы білім беретін мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Бекенова Гүлзат Аманқызымын. Бағдарламамның тақырыбы ұлттық құндылықтар бойынша бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту, 2 сынып оқушыларына арналған. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде оқушылардың тек білім алуымен шектелмей, оны өмірде қолдана алу қабілетін дамыту басты міндеттердің бірі болып отыр. Осы тұрғыда функционалдық сауаттылықты қалыптастыру ерекше маңызға ие. Сонымен қатар ұлттық құндылықтарды сақтау және оны жас ұрпақтың бойына сіңіру қоғам алдындағы маңызды міндеттердің бірі. Әсіресе бастауыш сынып кезеңінде баланың дүниетанымы мен тұлғалық қасиеттері қалыптасады. Осыған байланысты ұлттық құндылықтар бойынша бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту атты авторлық бағдарлама әзірленді. Бағдарламамның мақсаты оқушылардың ұлттық құндылықтарды терең түсінуі және оларды күнделікті өмірде қолдана алуы арқылы функционалдық сауаттылығын дамыту. Міндеттері қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрлерін таныстыру, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелеу, тілдік және коммуникативтік дағдыларын дамыту, шығармашылық қабілеттерін арттыру, пәнаралық байланысты қалыптастыру. Қазіргі қоғамда ұлттық құндылықтардың маңыздылығы артып отыр. Жаһандану жағдайында ұлттық мәдениет сақтау өзекті мәселе. Бастауыш сынып оқушыларына ұлттық тәрбие беру арқылы олардың бойына отансүйгіштік, мәдени құндылықтарды құрметтеу маңызды жұмыс болып табылады. Бағдарлама 2 сынып оқушыларына арналып, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты қамтиды. 5 бөлімнен тұрады. Олар ұлттық құндылықтар және мәдениет, тұрмыс және салт дәстүр, тарих және өнер, ұлттық сәулет және қолөнер, тәрбие және білім. Әр бөлім оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай жүйелі құрылған. Әр бөлім бірнеше маңызды тақырыптардан тұрады. 1 бөлімде қазақтың ұлттық мәдениетінің ерекшеліктері, ұлттық киімнің тарихы, ұлттық тағамдардың түрлері, қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары, тағы сол сияқтылар. 1 бөлімдегі қазақтың ұлттық ойындары мен спорт түрлері тақырыбында қысқа мерзімді жоспарға қысқаша тоқталып өтейін. Сыныпта психологиялық ахуал орнатып, сабақтың тақырыбы мен мақсат таныстырылады. Сұрақ-жауап арқылы жаңа тақырыпқа шолу жасалады. Және де ұлттық ойындар туралы қысқаша видеоролик көрсетіледі. Дайын мәтінді тыңдайды. Асық, көкпар, бәйге, теңге ілу, аударыспақ, тағы да көптеген ұлттық ойындар мен спорт түрлері туралы мәлімет оқылады. Сұрақ қойылады. Word-Wall тапсырмасы арқылы сәйкестендіру ойыны ойналады. Топтарға суреттер беріледі. Олар жылдам ойынның атын табады. Топтық жұмыс ойынның пайдасы қандай? Осы тақырыпта қысқаша әңгіме етіп құрастырып қорғайды. Қорытындылауда бүгін не үйрендік? Балалар бір сөйлеммен жауап айтады. Әр тапсырмадан кейін ауызша мадақтап отырамыз. Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде оқушылар ұлттық құндылықтар түсінеді. Қазақ халқының мәдениетін біледі, тілдік сауаттылығы дамиды, шығармашылық қабілеттері артады. Сонымен қатар коммуникативтік дағдылары да қалыптасады. Қорытындылай келе, бұл авторлық бағдарлама бастауыш сынып оқушыларының жан-жақты дамуына, ұлттық тәрбиені қалыптастыруға және функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған тиімді құрал болып табылады. Бағдарламаның практикалық маңыздылығы жоғары, себебі ол толықтай қысқа мерзімді жоспарлармен қамтамасыз етілген және оқу процесінде қолдануға дайын.